Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube желісінің көрермендері. Мен қазақ этнографиясы бөлімінің этнологы Рахымбекова Аяужан. Шаңырақты отбасын Алла аман сақтасын, пышақ жүзі жоғары шалқасынан жатпасын деп ата-бабаларымыз айтып өткендей, пышақтың жүзін жоғары қаратып қоюға болмайды. Яғни бұл сол үйдің малы пышаққа түседі деген ұғымды білдіреді. Бүгінгі бейне дәрісімізде сіздермен осындай ыдыс-аяққа қатысты ырым-тыйымдармен бөлісетін боламын. Қазақ халқы ыдыс-аяқты ас ішетін бұйым ретінде қастерлеп құрметтейді. Ыдыста ашық қалған тағамды жаратуға, яғни жеуге болмайды. Халық ұғымында ашық қалған ыдысты жын-шайтан жалап кетеді деген сенім бар. Су құйылған немесе тамақ салынған ыдыстың бетін ашық қалдыруға болмайды. Ашық қалған ыдыстың бетіне улы жәндіктер түсіп, суды немесе тамақты улайды. Егер көршіңіз тағам алып келсе, ыдысты бос қайтаруға болмайды. Бұл көргенсіздіктің белгісі. Бие сауатын көнекті төңкермейді, және де оны таяқпен немесе қолмен ұруға болмайды. Ырыс несібе кетеді. Ас ішкен ыдысты төңкеруге болмайды. Бұл ырыс несібенің таусылғанын білдіреді. Қонаққа кеттік ыдыспен шай беруге болмайды. Бұл қонақты құрметтемегенің болып саналады. Ішінде не бары білінбейтін ыдыспен ас ішуге болмайды. Мыс және қола ыдыстан тамақ ішуге болмайды. Себебі бұл ыдыстар тағамды бүлдіреді. Ошақтан не болмаса оттан аттауға болмайды. Жақыныңа пышақ сыйламайды. Пышақтан құнын төлеп алу қажет. Ыдыс түбіндегі тағам біреудің кесесіне толығымен құйылса, сол адамның жары сұлу болады делінген. Назарларыңызға рахмет. Халқымыздың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, наным-сенімдерін сақтап, оны өскелең ұрпаққа дәріптеп жүрейік. Қош, аман сау болыңыздар.